Біріншіден, таңертең өте ерте ояныңыз. Өйткені ғалымдар ерте ұйықтап, ерте оянатын адамдардың өмір жасы ұзақ болатындығын бұрыннан да дәлелдеп қойған. Сонымен қатар, ерте тұратын адамдардың еңбегі де өнімді болады. Екіншіден, таңертеңгі асты тойып ішіп алу керек. Себебі таңертеңгі аспен біз бір күнге қуат жинап аламыз. 2 бутерброд пен 1 шынаяқ кофе сізге ас болмайды. Таңертеңгі ас барынша құнарлы, әрі тойымды болса, түскі ас пен кешкі асты жұмыс күніңізге қарай ішесіз. Үшінші, таңертең кішігірім жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Таңғы жаттығу денеңізді шынықтырып, ұйқыңызды ашады. Төртінші, таныстарыңызға да, жай көшеде кетіп бара жатқан адамдарға да күлімсіреп жүріңіз. Ешкім сізді ақымақ деп қабылдамайды. Керісінше, сізді күлімсіреп жүретін және өміріне риза деп қабылдайтын болады. Ал ер кісілерге күлімсіреп жүру тіпті пайдалы екен. Себебі психологтар күлімсіреп жүретін жігіттер сымбатты болмаса да, әйелдерге көңілсіз сымбатты жігіттерге қарағанда көбірек ұнайтындығын дәлелдеген. Бесінші, ақуызы мол тамақты көбірек, тәтті мен холестерині бар тамақты азырақ жеуге тырысыңыз. Ақуыз ет пен балықта ғана емес, көкөністер мен жұмыртқада да көп. Сонымен қатар, тұзды тамақтарды да аз қолдануға тырысыңыз. Алтыншы, тамақ ішердің алдында аш қарынға 1 стақан су ішу қажет. Көптеген диетологтар суды көп ішетін адамдардың емделуге жиі келмейтіндігін айтады. Сондай-ақ, суды көп ішудің пайдасы қандай екендігін аңғару қиын емес. Жетінші, барлық жаңалықтардан хабардар болып жүруге тырысыңыз. Ол сізге қажет болмаса да, жаңалықтарды білетін адам әрдайым жақсы әңгімелесуші және кез келген ортаның сүйікті қонағы бола алады. Сегізінші, күнделікті аздаған уақытыңызды өзіңіздің хоббиіңізге арнаңыз. Ол 1-2 сағат сізге теледидардан құр бағдарлама немесе жарнама көргендігіңізден әлде қайда жақсы әсер етеді. Егер хоббиіңіз болмаса, өзіңізге ұнайтын іс тауып алып, күнделікті соған аздаған уақытыңызды бөліп тұруға тырысыңыз. 9-шы, күн сайын өзіңізді кемелдендіруден талмаңыз. Ұзақ болмаса да күнделікті кітап оқыңыз. Өйткені біз кітап оқи отырып, өзіміздің дүниетанымызды жетілдіріп, есте сақтау қабілетімізді жақсартамыз. Сонымен қатар, кітап ақпараттың қайнар көзі. 10-шы, ұйықтар алдында таза ауада серуендеңіз. Балаларыңызбен немесе итіңізбен бір ауық жүріп қайтсаңыз, ұйықтар алдында ағзаңызға көбірек оттегі жиналады және бұл ұйқыңызды шақырады. Тиісінше, таңертең оянуыңыз да жеңіл болады. Егер осы кеңестердің бірнешеуін күнделікті орындап тұрсаңыз, 1 айдың көлемінде сіздің өміріңізде өзгерістер бола бастағанын байқайсыз. Әрине, тек жақсы жағына қарай өзгерістер орын алатын болады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.